Мәдениет 7 сынып оқушылары, бүгін біз 4-90-ға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Бірінші нұсқасы уже менің каналымда бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әр салған жаңа сабақтарым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ал екінші нұсқасын бүгін талдайық. Бірінші есебінен бастап қарастырайық. Бірінші есепте бізде 4 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясын есептеңдер депті. Ал есептейік. Балалар, берілген жазып алдым. Енді кинетикалық энергиямыздың формуласын жазайық. Кинетикалық энергиямыз масса мен жылдамдықтың квадратына көбейтілсін 2-ге бөлеміз. Енді осыған сан мәндерін қойып есептейік. Массамыз бізде 3 кг, жылдамдығымыз 4 метр бөлінген секунд квадрат бөлінген 2. Есептейміз. 4-тің квадраты 16, 16-ны 3-ге көбейтсек 48 болады. 48-ді 2-ге бөлсек бізде 24 джоуль болады екен. Сонда жауабымыз кинетикалық энергиямыз 24 джоуль. Варианттардан қарасақ бізде В варианты дұрыс екен. Екінші есепте бізде үстелдің биіктігі 0,8 метр, үстел үстіне тұрған дененің массасы 0,2 кг дейді. Осы дененің еденге қатысты потенциалдық энергиясын есептеңдер депті. Еркін сөйлеуі беріліпті бізде. Ал есептейік. Олар берілген жазып алдым. Биіктігіміз, массамыз және еркін сөйлеуіміз берілген. Потенциалдық энергияның формасын жазайық. Бізде mgh. Массамыз 0,2 кг. Көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейтеміз 0,8 метрді. 0,2 10-ға көбейтсек 2 болады. 2-ні 0,8-ге көбейтсек 1,6 джоуль болады. Яғни жауабымыз потенциалдық энергиямыз 1,6 джоуль. Яғни жауаптан қарасақ Д варианты дұрыс екен. Ал үшінші сұрақта бізде механиканың алтын ережесі депті. Күштен қанша есе ұтсақ, балалар, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Оны сабақта өткенбіз, яғни С варианты дұрыс болады. Төртінші сұрақта бізде суретте қандай жыл мезгілі бейнеленген деп сұрапты. Жердің солтүстік жарты шарында жаз, ал оңтүстік жарты шарында қыс екен, балалар. С варианты дұрыс болады. Соны белгілеп қойсаңыздар болады. Ал бесінші есепте бізде суретте балалар әткеншегінің қозғалыс траекториясы берілген. Яғни бала әткеншекте отыр, ары бері қозғалып тұр, әткеншекте. Әрбір нүктеге сәйкес энергиялардың мәнісі жазыңдар депті. 1, 2, 3, 4 нүкте берілген. Енді бірінші нүктеде, балалар, жауабын жазып қойды мұнда. Бірінші нүктеде толық энергиямыз кинетикалық энергияға тең болады. Ал екінші нүктемізде толық энергиямыз потенциалдық энергияға тең, яғни жерден қандайда бір биіктікке көтеріліп тұр. Одан кейін үшінші нүктемізде кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең дейді. Ал төртінші нүктемізде мына аралықта толық энергиямыз потенциалдық энергияға тең. 4 пен 2-міз почти бірдей екен. Жауабына осылай жазып қойсаңыздар болады. Алтыншы есепте бізде суретте иіндіктің тепе-теңдікте тұр дейді. Мынау тепе-теңдікте тұр. Ал мына жерде күшіміз берілген, 2 күш берілген. Мынаны F1 деп алайық 50 ньютон, мынаны D1 деп алайық 20 сантиметр. Енді F2-міз 25 ньютон болса, мына аралық белгісіз болып тұр, яғни D2-ні табатын боламыз. Ал балалар, берілген жазып алдым. Енді бізде сантиметрмен берілген, сантиметрді метрге айналдырып қабыршаға келтіреміз, яғни 100-ге бөлеміз деген сөз. 20-ны 100-ге бөлетін болсақ, бізде 0,2 метр болады. Енді иіндіктің тепе-теңдік шартының формуласын жазайық. F1 D1, F2 D2 деген формуласы бар. Осыдан біз табамыз D2-ні түрлендіреміз. Сонда F1 D1 жоғарыға кетеді, F2-міз астына түседі екен. Ал шешуде осыған сан мәндерін қойып есептейік. F1-міз 50 ньютон, көбейтеміз D1-міз 0,2 метр, бөлеміз оны 25 ньютонға. 50-ді 0,2-ге көбейтсек 10 болады. 10-ды 25-ге бөлсек 0,4 метр. Оны сантиметрге айналдыратын болсақ 100-ге көбейтеміз, сонда 0,4 100-ге көбейтсек 40 сантиметр болады екен. Екі жауапта дұрыс, балалар. Жауабын сонда біз сантиметрмен алайық, 40 сантиметрге тең. Жетінші есепте бізде сурет берілген екен. Пайдалы әсер коэффициентіміздің мәні беріліп оған 80% және жүктің массасы берілген, және жерден қандайда бір биіктігі 8 метр берілген. Енді осыда тап депті, бізде жүктің көтеруде дейді. Жалпы 5 тапсырмасы бар екен.
Ал енді бірінші тапсырмасында бізде мына бірінші блоктың түрі және қолданылу деп мында жауаптарын жазып қойдым. Бірінші блогымыз балалар жылжымайтын блок, ол күштен ұтпайды және тек қана күштің бағытын өзгертеді екен. Ал екінші блогымыз бізде жылжымалы блок, ол күштен әрқашанда 2 есе ұтыс береді. Ал үшінші тапсырмасында күшті табыңдар деген, төртінші тапсырмасында пайдалы жұмыс және толық жұмысты есептеңдер деген екен. Ал есептейік. Балалар берілген жазып алдым. Массамыз, биіктігіміз және еркін сөйлеуіміз 10 деп алдым. Жоқтап пәкіміз берілген 80%. Енді бізге күшті, пайдалы жұмыс және толық жұмысты табыңдар деген екен. Енді бірінші жұмысшыға түсетін күшті табыңдар деген. Бірінші жүктің салмағын тауып алайық. F тең болады mg деп табайық. Сонда бізде массамыз 80 кг болса, еркін сөйлеуіміз 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейтсек 800 ньютон екен. Жалпы жаңағы жүкті көтеруге жұмсалатын күш. Енді бізде бұны F1 деп алайын. Мына жерде F2-ні табайық сонда. F2-міз жаңағы жұмысшыға түсіретін күшіміз. Осы F1-ді 2-ге бөліп жібереміз. Сонда 800 джоульді бөлеміз 2-ге. Сонда 400 ньютон, джоуль деп мына жерде ньютон болады. Сонда 400 ньютон болады екен жауабы жаңағы жұмысшыға түсетін күшіміз. Одан кейін пайдалы жұмысымыз тап депті. Пайдалы жұмысымыз mgh арқылы тауып аламыз. Массамыз 80 кг. Көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограмм. Оны көбейтеміз 8 метрге. 800-808-ге көйтсек 6400 болады. 6400 джоуль. Енді толық жұмысымызды тап деген. Бірінші пәкінің формуласын жазайық. Бізде пайдалы әсер коэффициент болғандықтан оны қолданамыз. Пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын көбейтеміз 100%-ға. Содан табады екенбіз толық жұмысты. Сонда пайдалы жұмысқа 100%-ды көбейтеміз, оны бөлеміз пәкіге. Ал есептейік. Пайдалы жұмысымыз бізде 6400 джоуль болды. Көбейтеміз 100%-ды, бөлеміз 80%-ды. Сонда 6400-ге 100-ді көбейтіп 80-ге бөлеміз. Сол кезде бізде шығады екен 8000 джоуль шығады екен. Ал жауабын жазайық. Жұмысымыз F2-міз 400 ньютон. Пайдалы жұмысымыз 6400 джоуль. Ал толық жұмысымыз 8000 джоуль. Жалпы қарастырған есептеріміз осы. Есептерім түсінікті болса лайк басып пікір жазып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.